Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге уыздан жасалынатын ірімшіктің жасалу рецептімен бөлісемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Уыз дегеніміз сиырдың туғаннан кейінгі алғашқы 3 күндік сүті болып табылады. Осы рецепт бойынша менімен бірге жасап көріңіздер. Осындай түбі қалың ыдысымыз болса, қазанға, осылай қалың кастрюлькеге уызымызды құйып аламыз. Түбі жабысқанбайтын ыдыс болуы керек. Бір ас қасық тұзымызды және 200 грамм бір шай кесе қантымызды салып араластырамыз. Және бұны газге қойып, қатты отқа қойып, шамамен 2 сағаттай қайнатамыз. Қыздар, менде қайнатылған кезім видеоға түспей қалды. Осыны газге қойып 2 сағат әбден қайнатамыз, қыздар. Өзі іріп, осылай ірімшік пайда болады түбінен. Іріту үшін ешқандай да айран, қатықтың қосудың қажеті жоқ. Уыз өзі іриді. Осындай түбінде шамалы суы қалғаннан кейін бөлек алып, осындай сүзгішке ірімшіктерімізді салып, қалған суынан сүзіп аламыз. Қыздар, видеода көргендеріңіздей мен осындай сүзгішке салдым. Барлығы бір сүзгішке сыйды. Сіздерде егерде көп болатын болса, марлыға су өткізетін шүберекке сүзіп алсаңыздар да болады. Осылайша барлығын салдым. Барлығын видеода көргендеріңіздей жасасаңыздар болады. Осының бетін қатты бастырып, 2 литрлік банкіге суды құйып, үстінен басып қойдым. Үстінен кәдімгідей күш салып басып қойсаңыздар, суының бәрі әбден сарқылып, ірімшіктеріміз бір-біріне нығыздалып, күшті болып шығады. Міне, менде шамамен 1 сағаттан соң алдым. Міне, менде қаншама суы сүзіліп шықты. Енді осы ірімшігімді бөлек тарелкаға салып алдым. Міне, қыздар, сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Барлығы нығыз, күшті болып шықты. Үйдегілердің барлығына ұнады. Осындай жасап көрсеңіздер болады. Бізде әдетте уыз ол қалып кетіп жатады. Ешқандай онша ішіле қоймайды, сондықтан осындай қылып сіздерге ірімшік жасап тастауға кеңес беремін. Қыздар, егерде сіздерге осы рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий жазып, арнама жазыла кетіңіздер. Сіздерге тағы да көптеген қызықты рецепттермен бөлісемін. Барлық керекті затты төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Бұл рецептке міндетті түрде жасап көріңіздер.